Армысыздар ма, мал жандарыңыз аман болсын. Бүгінгі сұхбатта біз қазір сәуір айы пайғамбарымыздың, Мұхаммед пайғамбарымыздың туған күні мәулітті ата жылдықтар мәуліт оқып жатырмыз бір ай бойы. Сәуір айының 11-нен 12-сіне қараған түні Мұхаммед пайғамбарымыздың туған күні. Хижри жыл санауы бойынша деп мешіт мәулітті де орнын ауыстырып жіберген. Негізі пайғамбарымыз хижри жыл санауынан бұрын дүниеге келгендіктен осы ай тізбемен, осы күн тізбемен кәдімгі өзіміздің жылда қалай сәуір айы келеді, солай мәуліт оқуымыз керек біз, дұрысы. Негізі пайғамбарымыздың шапағатынан үміт етіп мәуліт оқып жатқан ағайындарымыздың, бауырларымыздың дұға тілектерін Алла қабыл етіп, пайғамбарымыздың шапағатына ие болуды Алла нәсіп етсін. Бүгінгі сұхбатта пайғамбарымыздың өміріне байланысты пайғамбарымыздың әкесі Абдулла, шешесі Амина және атасы Әбдімүтәліп. Осы жаңағы тектілік ата бабадан деген ғой. Сол Әбдімүтәліп ата жайлы оқығанымен бөліскім келіп отыр. Әбдімүтәліп атасы пайғамбарымыздың Қағбаның басшыларының бірі болады. Ол кісі бір күні Мекке маңында, Хижр деген жерде көлеңкелеп көз ілініп кеткен кезде бір кісі түсінде келеді да, Бәрраны қаздиды. Екінші күні тағы да Тайбаны қаздиды. Үшінші күні тағы да түсіне кіріп, тағы бір жерді айтады, қазу керек деп. Бұл кісі оянып түсінде түсінбейді. Қай жерде қазам, не істеймін, қайдан табам деп. Төртінші күні тағы да түсінде сол жерде тағы көз іліп ұйықтаған кезде бір кісі келеді, түсінде Зәмзәмді қаздиды. Зәмзәмді қазнесі, ол не, қайдан табам деп түс көріп, түсінде сұрақ қойып үлгерген кезде оған айтады, Қағбаға құрбандыққа шалынған малдың қаны төгілген және малдың терісі көмілген екі арада бір күні келіп, сол екі араны ала қарға келіп шоқиды, соны бақылап жүр дейді. Және ол жерде құмырсқаның илеуі болады деп айтады. Солай бақылап жүреді. Бір күні сол екі араны бір ала қарға келіп шоқиды да қайтадан ұшып кетеді. Сол жерде келіп қазып байқаса, аузы тастан өрілген құдықтың аузы шығып бастайды. Енді бұны ешкімге жарияламайды, өзіне ғана аянмен берілгендіктен, өзіне ғана берілген тапсырма ретінде қабылдайды. Сосын баласын алып келіп, қазып бастаған кезде оны байқаған жаңа Құрайштың адамдары айналасындағы. Бұл негізі ол Зәмзәм құдығы жайлы бұрында әңгімелер естіген болатын. Меккеге шабуылдаған кезде жаңағы Зәмзәм құдыққа барлық Меккенің байлығын тастап жауып кеткен болатын. Кейіннен соны халық таба алмай жүрген еді. Сол Зәмзәм құдығы табылған түсінде жаңа басқа Құрайштың бастықтары келіп, бұл Исмаил әулетінің құдығы, бұдан біздің де үлесіміз бар, бәріміз бірге қазайық, бірге жаңағы қызмет еткілер келеді. Енді сол кезде бұл Әбдімүтәліп атасы айтады, бұл өзіме ғана берілген аманат, өзім ғана қазамын деген кезде, бұлар жаңағы енді сөз келіспеушілік болып қалады. Сол жерде бұлар бір қазыға жүгінуді жөн көреді. Және де жаңа Құрайштың жаңа басқа беделділер айтады Әбдімүтәліп атасына, сен, оның бір ғана баласы болатын еді ол кезде, сен бір ғана балаң бар, ол жұмысты қалай атқарасын дегенде бетіне басады. Сол кезде Әбдімүтәліп атасы Құдайдан, егер де сен осы жерде маған 10 ұл беретін болсаң, бір ұлымды саған Құдайы құрбандық атаймын деп серт беріп жібереді. Сонымен бұлар қазыға жүгіну үшін Шам еліне барады. Әбдімүтәліп өзінің атасы, өзінің ағайындарынан біраз анам алып, және жаңағы Құрайштың адамдары бәрі жолға шығады. Сол кезде жолда бұлардың суы бітіп, тарығып, шөлдеп, Құрайштықтардың су сұраған кезде өзімізге ғана жететін су бар деп су бермей қояды. Ал Әбдімүтәліп атаның жүрегіне бір ізде деген үн келеді. Ол кісі жүріп ары бері айналып жүргенде өзінің түйесі шөккен жерден
аяғының астынан жылтыраған суды көреді. Сол жерден Құдайдың құдіретімен су шығады шөл далада. Сонымен бәрі мәз болып судан қанып ішіп, жануарлардың түйелерін суғарып, артық сулар, ескі суларын төгіп дегендей. Және құрайыштықтарға да айтады, бұл жаратқанның бергені ғой, келіңдер су ішіңдер деп. Сонымен бәрі мәре-сәре суларын ішіп қуанысады да, сол жерде құрайыштықтар айтады, болды, қазыға бармаймыз, бұл саған ғана тиесілі жүк екен, саған ғана тиесілі аманат екен, өзің атқарасың деп сол жерде түсінеді. Бұлар қазыға бармай кері қайтады. Сонымен жаңағы жылдар өтеді, Әбдімүтәліптің 10 баласы болады, әрқайсы өзі ақылы көркіне сай болып өседі. Және Абдулла деген 8-ші ұлы, Мұхаммед пайғамбарымыздың әкесі, өте ерекше, ажарлы, көркем болып өседі. Себебі атасының нұры, Әбдімүтәліп атаның нұры, осы Абдуллаға нұры өткен еді. Осы Абдулла жаңағы Әбдімүтәліп атасының күндердің күнде Құдайға берген серті есіне түседі. 10 баласымен ақылдасып, сендердің біреуіңді өстіп, Құдайға құрбандық атап едім, соның уақыты келді деген кезде балалары да қарсы болмайды. Солай жаңағы құрбандықты, енді қай баланы құрбандыққа шалам дегенде жеребе тастамақшы болады. Сонымен әрбір балаларына айтады, әрқайсың өзің атыңды жазып, оқтарын, енді садақ ататын, садақтың оғы деп ойлаймын, садақтың жаңағы оқтарыңа атты жазып маған беріңдер дейді. Соны алып жеребе тастайтын жерге барып, жеребе тастаған кезде Құдайдың құдіретімен жаңағы жеребе Абдуллаға шығады. Неше рет тастағанда да Абдуллаға шығады. Дегенмен де көңілі құм болып, баласын қимай тұрса да, өзінің сертінен айнымай, Құдайға берген сертінен айнымай, табандылыққа басып, жаңа құрбандықты білегін сыбанып, пышағын дайындап тұрған кезде Құрайыштың текті беделділері келеді да, сен бұл жасап жатқан дұрыс емес. Егер сен бұл істі Құдайдан хабар болмаса, бұл істі егер бұл баланы құрбандыққа шалатын болсаң, ертең сенен көріп халық та солай жасайтын болады, біздің ұрпақтарымыз қалай өседі дейді. Сонымен бұлардың бәрі ортасында бір Әбдімүтәліп атасының бір ағайын ағасы айтады, бір білгір Шам елінде бір әйел бар, соған барып сұрайық, сол бәрінің қиындықтарынан құтқарып беретін жол тауып береді екен дейді. Соның бәрісі жаңа балгер әйелге барған кезде, сендердің еліңде бір адамның құны қанша деген кезде 10 түйе деп айтады. Сол 10 түйені жаңағы жеребе тастаған жерге апарасың, және жаңағы Абдулланы баласына апарасың дейді. Сол екі арада жеребе тарта бересің, қашан жеребе түйеге түскенше сол жеребені тарта бер деп айтады. Солай жасаған кезде әрбір жолы Абдулла деп түсе береді. Әбдімүтәліп атасы Құдайдан қолын жайып, Құдайдан тілек тілеумен болады. Ақыр соңында түйенің саны 100-ге жеткен кезде жаңағы жеребе түйеге түседі. Сонда да Әбдімүтәліп атасы айтады, біздің көңілімізде күдік қалмасын, тағы да 3 рет тастайық деген кезде 3 ретінде де солай түйеге түседі. Солай арабтарда бір адамның құны 100 түйеге бағаланады. Сол жерде сол 100 түйені құрбандыққа шалып, баланы құтқарып, бәрі шат-шадыман болып еліне қайтады. Осылай Мұхаммед пайғамбарымыздың әкесі 100 түйе құрбандықпен құтқарылған еді. Және де Абдуллаға үйленетін уақыты келген кезде әкесі Әбдімүтәліп өзіне баласына сай, текті жерден қыз алып беруін көздейді. Әмина есімді қызға барып, әке-шешесімен барып құдаласып сөйлесуге барған кезде, олар айтады, сен келмей тұрып бұл хабар бізге келген дейді. Әминаның шешесі түс көрген, Әминаның әкесі айтып отыр, шешесі түс көрген, үйімізге бір нұр сәуле енді, үйіміз жап-жарық болып кетті деп. Және де Әмина ананың әкесінің түсінде Ибраим пайғамбар Абдулла, Әмина қызымда Абдулла есімді екеуін некесін қидым деп түсінде некесін қиып кеткен екен. Солай пайғамбарымыздың әке-шешесінің некесі қиылған еді. Және де
пайғамбарымыз дүниеге келетін кезде де Әмина анамыз түсінде көріп, құрсағында 6 айлық жатқан кезінде оған бір адам келеді да, сен әлемдерге жарық нұр шашатын шамшырағын шамшырағын төгетін ұрпақты дүниеге әкелесің деп түсінде айтқан болатын. Осындай түс аян мен Ыбырайым жолы деген осы біздің қазір ата жолында түсініп жатырмыз. Қазақ біздің атамыз осындай түс көрумен, аяндар көрумен, әркім өзіне берілген жол жобамен өмір сүрген, жол жобасын алып отырған, соған байланысты бағыт бағдармен, Алланың тура жолымен жүріп, тура тұрып, тура жүріп, Құдайдың сүйікті құлдары болып, әулиелік дәрежеге жеткен.